Біз тұғыры мығым ел болу жолында кедергілерді еңсеріп, қиындықтарды жеңіп келеміз. Мұның бәріне берекелі бірлік пен еселі еңбек арқылы жеттік. Мемлекеттілігімізді нығайту үшін бір ел болып еңбек етіп жатырмыз. Қасым-Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының президенті. Тұмса табиғат, туристік орта, өндіріс өнеркәсібі орныққан, халқы тығыз орналасқан елімізде үлкен аудан бар. Ол Алматы облысы Талғар ауданы. Үлкен мегаполистен жапсарлас жатқан ауданда жыл санап халықта көбеюде. Атқарылар іс шаш-етектен. Бағдарламамыздың бұл санында дәл осы аудан тізгінін ұстап отырған әкіммен сұхбаттасуға тырыстық. Талғар ауданы жалпы Алматы облысындағы ең атышулы аймақ саналады. Содан да болар мұнда тәртіп пен тазалық, қауіпсіздік пен халық қамы басты назарда. Түйіні көп мәселе шаш-етектен. Қордаланған жағдайды жақсартуға ниет етіп, аудан басшылығы қызметіне 2 жыл бұрын кіріскен Айдарбеков Таңат Ескелдіұлының негізгі мақсаты аянбай ел үшін еңбек ету. Өзі алғаш әкім болып келгенде ең негізгі деген 85 проблеманы іріктеп, 30-дан аса жағдайды тұрақтандырған. 30 жылға жуық тәжірибесі бар азаматтың мамандығы қаржыгер. Өз саласындағы ұзақ жылдық еңбек санаулы уақытта аудан халін тұрақтандыруға үлкен септігін тигізді дейді ол. Жалпы қандай мәселелер шешілді, әлі не істеу керектігін бүгінгі сұхбат барысында айтып берді. Таңат аға, енді бүгінгі сұхбатқа уақыт тапқаныңызға біріншіден алғыс білдіреміз. Енді өзіңіз бүгінгі таңда осы халқы тығыз орналасқан Алматы облысындағы Талғар ауданының тізгінін ұстап отырсыз. Енді бүгінгі бағдарламамыздың алғашқы сұрағын өзіңіздің жекелік тұлғалық қасиетіңіз жайлы бастасақ. Өзіңіз жайлы айтып беріңізші. Осыған дейін қандай қызметтер атқардыңыз? Жақсы. Енді мемлекеттік қызметке негізі жоғарғы оқу білімін 96-тан кейін бітіргеннен кейін өзімді бизнесте көрген 3 жылдан аса. Одан кейін мен өзі әкем де шешем де мемлекеттік қызметте істеген сол кісілердің сұрауы бойынша Алматы қаласында 99 жылы өзі стажер деген бар, практикант. 99-дан сөйтіп әкімшілікке, акиматқа кіріп, мен содан бері мен қарап отырсам 25 жылға жуық осы мемлекеттік қызметтен. Жетекші маман болып кірдік, сол жаңағы айтып отқан Әуезов ауданында, Алматы қаласында бөлім басшысы болдық. Одан 2009-дарда замаким болдым. Сөйтіп 9 жыл замаким 3 ауданда істедім. Одан кейін соңғы 5 жылда осында келетіннен бұрын қаржыгер болдым. Өз мамандығым қаржыгерлік, жоғарғы білім. Қаржыгерлікте істеп, департамент казначейства Алматы облысын басқардым. 2 жыл Алматы қаласын басқардым. Енді бұл қаржыгерлік жұмысым бүгінгі күнде маған көп пайдасын тигізіп жатыр. Мына жерге өздеріңіз білесіздер, 23 жылдың қаңтарында осында тағайындалдым. Содан бері 2 жылдан астам 3 жылға таяу болып қалды ма? Осында қызмет атқарып жатырмын. Яғни ширек ғасырдан астам бұл салада бұл кәдімгідей тәжірибеңіз бар. Халықпен қалай жұмыс істеу керектігін білесіз. Ендігі сұрағым, енді осы аудандағы тұрғындардың қауіпсіздігінен бастасақ. Мына бүгінгі таңда осы бейнебақылау камералары жеткілікті ме? Болмаса жоспарлар бар ма тағы да көбейтуге? Өте орынды сұрақ. Енді Талғарды білесіздер, кейінгі кездерде өзі жаман жағынан көп шығып жатырмыз ғой. Дегенмен де Талғар аудан өте керемет аудан. Қауіпсіздікке тоқтайтын болсақ, осы күнге дейін, өткен жылға дейін бізде 250-ге жуық камера болған. Өткен жылы облыс әкімінің бағдарламасымен облыстан жаңа технология басқармасы арқылы ауданға 1000 камера орнатылды. Бүгінгі күнде оларды қосып жатырмыз. Ол 1450-і Талғар қаласында. Қазір бізде білесіздер, құқық қорғанды полиция басқармасында жаңа бастық, қазір анализ жасап, тағы да бөлік 200-ден астам камераға қазір бізге заявка берейін деп жатыр. Олмен де ендігі жылға бұйырса оларды орнатамыз. Бүгінгі күнде жаңағы айтқан осы жылғы 1000 камера, өткен жылғы 1200-ден астам камерамыз бізде істеліп тұр. Яғни осы жергілікті билік тарапынан тұрғындардың қауіпсіздігі үшін үлкен мәселе осылай атқарылып жатыр. Жұмыс бүгін таңда жүргізіліп жатыр. Жергілікті жаңағы полиция департаментімен байланысты ұлғайтып осылай жұмысты жүргізіп жатырсыздар. Енді аудандағы жаңағы тұрғындарға керекті жаңағы жол, су, ауыз су, газ, осы мәселелерге тоқталайық.
Енді ауданда жол жөндеу жұмыстары бүгінгі таңда қалай жүргізіліп жатыр? Енді дұрыс айтасыз, жол, су халыққа керектері ғой. Бізде электр қуаты, бұлардың барлығы басынан бастайын, бұлардың бәрі қаражатқа тіреледі ғой. Ауданның, мен өзім қаржыгер болғаннан кейін, сол 2023-тен бері келгеннен бері біз осы қаржы саласын бірінші анықтайын дедім да. Біздің жинайтын салығымыз сол 23 жылы 60 миллиардқа жетпейтін. Оның үстіне облыстың тапсырмасы да бар, салықты ұлғайту бойынша жұмысты атқару керек. Сол салық басқармасымен бірге аудандық көп жұмыстар атқардық. Бізде үлкен кәсіпорындар бар, өндіріс кәсіпорындары бар, жұмыс істейді, бірақ көбісі салықты Алматыда төлейді, Алматыда тіркелген. Сол үлкен кәсіпкерлермен кездесіп, солармен үлкен жұмыстар атқардық. Одан бөлек біздің салық басқармасы камералдық бақылау дейді ғой, оны көбейттік. Соның салдары бүгінгі күнде бізде үлкен өзінің нәтижесін беріп отыр. Сол жаңағы 60 миллиардқа жетер-жетпес ақша болған, бүгінгі күнде біз осы жылы 86 миллиардтан асырайық деп отырмыз. Бұл негізі болжам бізге берілген 86 миллиард, біз енді бұйырса 90 миллиардқа жеткіземіз деп отырмыз. Енді салыққа қарайтқаннан кейін салық бойынша та қысқаша тоқтайтын болсам, біз 24 жылға дейін дотационный аудан болғанбыз. Өзіміздің салымыз өзімізге жетпейді. Сол облыстың басқа аудандардың көмегімен біз өз шаруаларымызды шешіп жатқанбыз ауданның мәселелерін. Сол осы жаңағы айтқан жұмыстардың арқасында біз өткен жылы 24 қорытынды жыл бойынша біз донор ауданына кірдік. 4,5 миллиардан астам артығымен орындап. Бұл мен уже тоқтатпаймыз, өйткені ауданда үлкен жұмыстар атқарып отыр, ол бойынша қазір тоқтап айтамыз алда. Енді жол мәселесіне тоқтайтын болсақ, жаңа мен келген жылы 22 жылдың қорытындысымен 35 шақырымға жететін аудан бойынша жол жөндеу жұмыстары. Осы 2 жылдан аса біз көбейтіп, бүгінгі күнде біз 90 километрге жеткіздік, 3 есе көбейттік. Бұның барлығы әрине қаражаттың жұмыс арқылы көбеюіне байланысты. Бұл 90 шақырым дегеніміз не? Бұл 100-ден астам көше. Бізде білесіз 46 елді мекен бар. Соның осы жылдың өзінде біз 26 елді мекен қамтып отырмыз. Енді ең бірінші сан емес, бізге әрине сапасы. Сапасы бойынша бізде тексеру өте мұқият, қатал требованияларымыз. Өйткені білесіздер, кеше жасалған жол ендігі жылы бұзылып жатады. Сол себепте сол сапаға қатты көңіл бөлеміз. Бұл жұмыс жалғасын табады. Осы жыл тағы артығымен орындасақ, облыс әкімі бізге көмектесіп жүр ғой, мақұлдаса тағы да артығымен келесі жылға орындаймыз. Көп бізде жасау. Бізде аудан ішілік жолдың өзі 1200 километрге дейін барады. Оны басын жасап атсақ, алдыңғы 5 жылдықтар өзі бұзылып атады, үлгермей айтамыз. Оған қоса бізде жаңа құрылыс аудандар дейміз ғой, новостройкалар көп. Енді ол жақта бізде көп мәселе, жол мәселесі бойынша. Ол да жоспар бойынша бәрін. Енді халық саны тығыз орналасқан деп жатырмыз ғой, ол жерде жаңа жолмен қатар ауызсу мәселесі де көтерілетін, ол ақиқат, шындық. Енді осы мәселе қалай шешіліп жатыр? Мәселе бар ма күрделенген? Өзі Талғар ауданында енді халықтың айтуы бойынша ауызсу бұрыннан келатқан, Кеңес одағынан келатқан проблема, мәселе. Енді бұның шешу жолдарына, бұның барлығына қаражатқа тіреледі ғой. Негізі 46 елді мекеннің 45-і орталықтырған суға қосылған, 98% деп айтамыз. Бұл жерде көбісі ескірген ғой линияның бәрі. Тозығы жетті. Тозығы жетіп, өзінің несіне жетіп отқан. Талғар қаласының өзінде су құбырлары, кәріз құбырларының барлығы тозығы жеткен датауы. Бір жерін жасап атсақ, кішкене давление екінші шығады. Трубамыз қазір былай айтқанда шүпірек болып тұр ғой. Ол бойынша да тоқталып айтам. Енді мына соңғы 2 жылда біздің жасап атқан үлкен жобаларымыз бар. 2 жобаны біз бітірдік. Бұл 2-ші пусковой и 5-ші пусковой дейміз. Бұны былай әдеби тілмен айтқанда біздің жоғарғы ауылдар, Алмалық, Талдыбұлақ ауылдарына полностью толықтай водоснабжение бәрін ауыстырдық. Одан бөлек Тұзды Бастау ауылының жоғарғы жағында түгел бітірдік. Бүгінгі күнде жасалып жатқанымыз, біз өздеріңіз көп телевидениеде көрген шығарсыз, халықтың наразысы Бесағаш ауылы. Бесағаш ауылы енді Кеңес одағынан бері жасалынбаған су құбырлары
Енді кезінде Бесағаш ауылының өзінің тұрғындары 7-8 мың қарамағында болған. Қазір 50 мыңға жетіп отыр. Халық саны өсу. Халық саны өсімі. Енді бір-біріне жалғап жасаған трубалар жазды күні особенно су қысымы жетпейді, жоғарғы жаққа халыққа су жетпейді, и наразы көп. Өткен жылдары біз даже водовозбен су тасып халықты сумен қамтығанбыз. Енді үлкен жоба жасадық, 4,5 миллиардқа жуық ақша. Өткен жылы біз көктемде конкурсын ойнатып жұмысқа жасалынып жатыр. Бүгінгі күнде 80%-ға орындалып жатыр. Енді қаражат тоқталмаса, бұның білесіздер 80%-ы республикалық бюджеттен. Енді осы жылдың соңына дейін ақша толығымен беріледі деп отыр. Берілсе осы жылы бітіп, Бесағаштың толық проблемасын почти жабамыз. Енді жаңағы халық саны өсуде дейсіз ғой, бұл енді бір табиғаты ерекше, әсем бір аудан ғой, шаруашылыққа да кәсіпке де ыңғайлы, өте тамаша. Енді осы тұрғыда халық саны өскеннен кейін ол жерде жаңағы бір мектеп мәселесі де туындайды, ол бала санына байланысты жаңағы балабақшалар керектігі. Бұл мәселе қалай шешілуде? Бұл күрделі мәселелердің біреуі бізде осы жылдың басында бізде 3 ауысымды мектеп болатын. Қазіргі заманда ұят нәрсе де ол. Енді бұл нәрседен білесіздер, өткен жылы бізде келешек мектебі бағдарламасы бойынша бізде 7 мектеп кіргізгенбіз. Мен қателеспесем, облыс бойынша 26 мектеп соғылса, соның көбісі бізде 7 мектеп соғылды. 7 мектептің біз бүгінгі күнде 3-еуін аштық. Бірінші қыркүйекке балалар жаңа мектепке кірді. Одан бөлек жаңағы 4 мектебіміз жылдың соңына дейін бітеді. Осы 7 мектеп толық қосылғаннан кейін біз 3 ауысым мектептерді жоямыз. Дегенмен де бұлмен жойылмайды. Бізде жыл сайын баланың саны, мектепке қосылу саны орташа 2,5 бала қосылып отыр. Енді есептеңіз, өткен жылы 53 мыңға жетпейді мектепке барған. Осы жылы бізде 55,5. Жылдан жылға статистика бойынша жоғары, Енді бұл демография өсуі енді қуанышты нәрсе. Біз сонымен үкімет үлгеруіміз керек. Болашақта бізде жаңағы келешек бағдарламасы жалғасатын болса, тағы 5 мектеп соғылады. Одан бөлек жеке мектептер деймін ғой, частный мектептер. Олар да қызығушылық білдіріп жатыр. Қаланың маңайы болғаннан кейін бізде солар болашақта ашылады. Енді ауданның жаңағы ауыл шаруашылық мәселесіне тоқталсақ, енді аудан үлкен бір үлесін қосып отырған аудан ғой, экономикаға жаңағы бір күре тамыр. Дұрыс айтасыз. Енді осы уақытқа дейін шынымен де бізде ауыл шаруашылығы үлкен, біздің нақты бюджетіміз сол болатын толықтырады. Дегенмен де жаңа өзіміз айттық қой, қала өсіп жатыр, Алматы қаласы, біздің жерлер шигеріп жатыр ауыл шаруашылығы. Біз әлі өз деңгейімізді түсірген жоқпыз ауылдан өнімді. Өткен жылмен салыстырғанда бізде ауыл шаруашылығы өнімі 17%-дан асып отыр, 8 аймен салыстырғанда. Бұл өнім әлі алда өседі. Қазіргі кезде білесіздер ғой, су үнемдеу технологиясына көшу. Жаңбырлатып, тамшылатып суғару. Бізге осы жылға жоспар берілген, қателеспесем, общий 4,5 мың гектар. Бүгінгі күнде 80%-ымыз орындадық. Бұлмен жұмыс жалғасып жатыр, жыл соңына дейін орындаймыз. Орындағаннан кейін бізде жаңа технологиямен суғаруымыз 10 мыңға жуық гектарға жетеді. Көп жер бізде жайылымдық жерлер ғой. Мал басы өсуі әлі бізде қарқынды. Онан кейін құс басы бізде Алилагран білесіздер. Жылда олар шетелден балапандар алып келіп отырады. Жұмыртқа өнімінен де біздің аудан алдыңғы қатарда. Жаңа жергілікті билік тарапынан шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау қалай жүзеге асырылып жатыр, жаңа мемлекеттік бағдарламалар, субсидиялар шаруаларға қаншалықты тиімді бөлінуде? Барлығына бірақ бөлінбейді, оны жасыратын ештеңесі жоқ қой. Бірақ алғашқы заявка түскендерге барлығын қарап, құжаттарын бәрі рәсімделгеннен кейін бөлінеді. Енді бұл жерде қайтарымсыз грант дегеніміз бар алғашқы нелерге. Осы жыл бізге қателеспесем 32 грант алды ғой деймін. Одан бөлек жаңа дамуды айтып оттым. Даму бойынша бізге 26 жобаға 2,7 миллиардтан астам, 2,8 почти миллиард бөлініп отыр. Одан бөлек өздеріңіз білесіздер, субсидия бар. Бізде ауыл шаруашылық басқармасы арқылы бізде 800 миллионға жуық
субсидия беріліп отыр. Енді көп айта берсек осындай жеңілдіктер. Одан бөлек біздегі кәсіпкерлер, тасымалдаушылар дейміз. Олардың субсидиясы бар. Осы жылға бізге 600 миллионға дейін субсидия алынғандар. Ауыл аманаты бағдарламасы бар, кең дала бағдарламасы бар. Ауыл аманаты арқылы бізде осы жылы 50 заявка түсіп, оның бүгінгі күнде жартысынан көбі уже қаржысын алды. Қалғандары қазір бізде СПК-да кең дала бағдарламасы бойынша да жобалар қабылданып отыр. Жыл соңына дейін барлық жобалар іске асып, ақшаларын алады ғой. Енді кәсіпкерлер қай жерге ыңғайлы, қай жерде не, бәрі сол жерге келіп жұмыс істейді ғой. Енді біздің Талғар ауданы бойынша осы жылы 2,5 мың кәсіпкер тіркелді дейтін болсақ, енді оны қай жағын айтуға болады. Бізде қазір ауыл шаруашылығын айтып өттік. В основном кәсіпкерлер бізде туризм бізде көп ашылып отыр. Енді жаңа өзіңіз басында айтып отырсыз, табиғаты бізде таулы жерлер. Осы жылы үлкен, шағын туризмді қоспағанда үлкен жобалар бізде ашылып жатыр. Демалыс орындарын салу, осы тұрғынан жаңа ауданда тұрғын үйлер салу, қандай да бір спорттық нысандар салу бүгінгі таңда қалай жүзеге асып жатыр? Құрылыс саласынан қателеспесем, енді бизнестер бізде көп ашылып жатыр. Бизнес орталықтары. Одан бөлек бізде өндіріс орындары. Енді ең мақтанатын бір неміз бізде индустриальная зона Қайратты білесіздер. Үлкен жоба облыс әкімінің. Өткен жылы бізде ол жерде 7 үлкен өндіріс ашылатын болса, осы жылы уже жер өзіне сыймай, жерін уже 3 есеге ұлғайтып жатырмыз ол жақтың. Мемлекет тарапынан жерлерді қайтарып, сол жерде бізде үлкен өндірістер ашылып жатыр. Ауыр металлургиядан бастап жеңіл өнеркәсіпке дейін түгел. Осы жылы бізде Қытайдан инвесторлар келіп, көлік шығаратын зауыттар ашылайын деп басталып жатыр құрылыстар. Одан бөлек бізде логистический центрлар дейміз ғой. Логистика, біздегі Бакат жолы ашылып, Бакат жолы ашылғаннан кейін соның маңайына уже бизнестер қызығушылық өте танытып отыр. Енді өтіп жатырыңыздар, Бакаттың жаңағы сақтау үлкен базалары, логистикалық орталықтар, өндірістер көп ашылып отыр. Енді инвестицияны жаңа айтып отырмын ғой, 320 миллиард деген. Енді облыс тарапынан инвестиция тартудан біз алдыңғы қатардамыз. Енді жаңағы туризмдік аймақ деп жатырмыз ғой, енді ауданның жаңағы экологиясына тоқталсақ, осы табиғатты қорғауда қандай да бір шаралар, жаңағы қауіпсіздік, су тасқыны кезінде бір шаралар атқарылуда ма? Сонымен қатар жаңағы қоқыс полигоны да, көп көтерілетін мәселенің бірі. Бұл қалай шешіліп жатыр? Өте орынды сұрақ. Былай айтқанда, орысша айтқанда болезненный вопрос дейміз ғой. Бұның шешімі табылып жатыр. Бізде аудан бойынша стихиялық дейміз ғой, қоқыс төгілу орындар. Жыл басынан бері бізде 13 орын табылған. Бүгінгі күнде барлығымыз жойып біттік. Қазір енді ол жерлерге камера орнатып, даже пост қойып жатырмыз. Өйткені халықтың, былай айтқанда, әлі заманға сайға әлі келмей жатыр, сана сезім дейміз ғой. Өйткені қанша ескертулер, белгілер қоямыз, бұзып, кіріп ішіне қоқыс төгіп жатады. Одан бөлек біз полигондар дейміз ғой. Осы жыл басынан бастап өзі 4 полигонға біз құқықтық органдарға, департамент экологияға құжаттар бәрін рәсімдеп жібердік. Бүгінгі күнде олар сотқа дейінгі жібереді, жабылып тұр. Экология бізде бірінші орында, жаңағы туристік орталықтарды ашқанда барлығы бүкіл нормаларды орындайды. Енді бұл жерде ешқандай производство ештеңе жоқ, таза демалыс орны ғой. Елдерге ойын-сауық орталықтары, бассейндар, демалыс орындары, қонақ үйлер, тауға келіп демалып кеткен. Ал қыстық ойындармен бізде жаңағы Ақбұлағымыз бар, Ойқарағайымыз бар. Ол жерге бізде туристер көп келеді. Жыл сайын өздеріңіз білесіздер, Таза Қазақстан бізде акциясы бар. Сол жобасымен біз көп сенбіліктер, тимбилдингтер өткіземіз, жастармен, ұжымдармен, мекемелер бар өткізеді. Дегенмен де алдыңғы жылдармен салыстырғанда халық былай тәртіпке келе жатыр. Бұрынғы демалыс орындарында арттарында бәленбай қоқыстар тастап, соның арттарын жинаумен болатынбыз. Бүгінгі күнде қазір енді штрафтар бар, не істейміз? Айыппұл көзделген. Айыппұлдар бар. Солардың арқасында халықтың мәдениеті де жақсы болып келе жатыр ғой.
дұрыс айтасыз. Сана түзелмей қала тазармайды дейді ғой, сана тазармайды. Дегенмен Бұл бар бір енді жағынан адамдар, жаңағы тазалыққа үйрету, халықты бір саналы түрде тәрбиелеу, айналасын ластамауға. Ол үлкендерден бұрын балаларымыз біздің тәрбиелеші осы жағын. Иә, дұрыс айтасыз. Қайта үлкендерді ұялтып, қоқыстарды жинап жүреді. Жақсы. Бұлай жастарымызға қарап қуанамыз сондай балаларымызға. Енді мына қауіпсіздік шаралар, жаңағы су тасқыны бар, басқалай табиғи апаттар бар. Бұл енді таулы аймақ болғаннан кейін болады, ол қай себептерден болады. Енді заңға, табиғатқа қайшы келетін заттарды жасап, бұрынғы су жолдарын бөгет қойып, үй соғып, сондай бізде мәселелер болған. Білесіздер, 23-ші жылы, 24-ші жылы бізде Бесағаштың жоғары жағында Бұрабай деген ауыл бар. Сол жақта кезінде 2010 жылдары кезінде жерлер берілген. Енді оны прокуратура айналысы бар, қалай берілген. Ол ішінде кейбір азаматтар уже бұл өмірде жоқ. Салдарын түзеп отырмыз қазір. Бюджеттен ақша бөліп, өткен жылы біз ол жерге ЧС арқылы 90 миллиондай ма, қателеспесем, ақша бөліп, подпорный стеналар, бетонный стеналар қойдық үйлі отырған жаққа. Онан кейін тауды кесіп, каскадны кесу жұмыстарын жасадық. Енді ол да өз нәтижесін беріп жатыр. Енді ол таудың басына да үйлер соғып тастаған. Су, жаңағы кәріз жүйелері жоқ. Септиктерді жерге жасаған, ол қайда кетеді тау болғаннан кейін. Сол барып астық үйлердің астынан шығады. Енді оған қазір бөлек жобаны осы жылы бітірсек, келесі жылы ол жақтың барлығына кәріз жүйесін, су жүйесі бар, кәріз жүйесін орталықтандырғандып жасаймыз. Осы жергілікті тұрғындардың арыз шағымдары әкімшілік тарапынан қалай ұйымдастырылады? Енді өзіңіздің ойыңызша осы тұрғындардың сенімі қаншалықты деп ойлайсыз? Біз енді айтсақ мақтанғандай боламыз ба? Дегенмен де арыз шағымдар болады. Неге болады? Жаңа сұхбатымыздың басында айттым ғой, бізде шешілмеген мәселелер өте көп. Мына 22-ші жылы облыс бойынша, әр аудан бойынша жаңағы шешілмеген басты үлкен мәселелерді алға жоспарға қойғанбыз. Сол біздің аудан бойынша 85 осындай өзекті сұрақ болған. 85 сұрақтың бүгінгі күнде біз 30-ын уже шештік. Қалғандар жұмыста барлығы. Енді өзінің кезең-кезегімен осы 5 жылдықта бәрі бітеді. Өйткені үлкен жобалар бар ішінде. Енді олардың барлығы шешілмей, енді жаңа айтып отырмын ғой, бізде жыл сайын бір вообще ауыл пайда болып отырады. Жаңа құрылыстар. Енді сол себепте кезіндегі жер албаған, полиға үй соғады, проблемалар бәрі бізге келеді ғой. Халыққа мені жылына біз 2 рет есептік кездесуіміз бар дейміз ғой. Ол былай қарағанда оған біз жеткізбей кездесіп отырмыз. Мен мысалы сотовый телефон номерін барлық халық біледі десем өтіргенбіз. Өйткені ауыл активистердің барлығы бар. Мен өзім қазір аудан бойынша халықтың 22 чатында отырмын. Шыққан туындаған сұрақтардың барлығы. Тікелей өзіңіз хабардарсыз, қандай мәселе көтеріліп жатыр? Ол чатта менен бөлек орынбасарларым да бөлімдерде отыр. Сол кім ғана сұраққа уақытылы жауап бермейді, сол жерде тура өзін қолға алып, шешуге тырысамыз. Енді бұл проблемалардың бәрі білесіз ғой, жаңа айттық қой, тозағына жеткен барлық су құбырлары, электроэнергиялар бәрі өзінің тозағына жеткен. Онан кейін бір ТП-да болу керек 30 үй, ол жерде қазір 100 үйге дейін бар. Әрине оның қуаттылығы жетпейді. Енді сондай мәселелер, жаңа айттым ғой сөздің басында, біз бұл жылда 3 проекті, 4 проектіден жаңа электр желілерін жүргізу, су құбырларын жүргізу, жол жасау, бізде өзіміздің алға қойған жоспарымыз бар. Жоспарға сәйкес. Енді көп халық түсінгісі келмейді, жоқ бізге осы бүгін керек, ертең керек түсіндіріп айтып, что кезек бар, айтамыз осындай, жылға дейін шыдаңыздар, жасаймыз. Енді қатты жүруге жарамайтын жолдар болып жатса, аудандық кәсіпкерлер бар, спонсорлар бар, қол ұшын беретін азаматтар. Солар арқылы бір көмектесеміз. Енді мына өзіңіз айтып өттіңіз ғой, жаңағы тұрғын үйлер, тұрғындар саны арту, жаңа саяжай мәселесіне саяды ғой бұның барлығы кеп, жаңа елді мекен статусын беру қалай жүзеге асып жатыр? Енді біздің аудан басында айттық қой үлкен деп. Облыс бойынша 300 бірдеңе саяжай болатын болса, бізде 154 саяжай соның. Почти жартысына жетіп тұр да. Енді осы облыс әкімінің тапсырмасы бойынша
біз мына 2 жылда 154-тің 119 саяжайды елді мекендердің шекарасына кіргіздік. Бүгінгі күнде оларды рәсімдеу жұмыстары жүріп жатыр, білесіздер, юстицияға тіркеу. Онан кейін оларға да түсіндіріп айтамыз, сіздер елді мекенге кірдіңіздер, ертең бәрі сіздерде сақадай сай болып кетпейді. Енді бізге балансқа кіргеннен кейін елді мекенге алға жоспарға қойып, жоспар бойынша жобалар жасалды, оның бәрі ретке келтіріледі. Ол жерде жаңа транспорт мәселесі де көтеріледі, өте дұрыс айтасыз. Транспорт мәселесі ол жаққа бізге кіргізу қиын да, білесіздер ғой, саяжайдың көшелері бізде небәрі 4-5 метр. Оған автобус кіріп жүре алмайды да, оны айту керек. Сол себепте бас жоспар жасалынады, көшелер кеңейтіледі, автобустар жүреді. Қай жерде жүруге болады, односторонний жасап, шешімдерін бүгінгі күнде тауып жатырмыз. Саяжайда ең бірінші проблемалар білесіз. Енді саяжай деген нәрсені енді Кеңес одағына келетін болсақ, дача ғой. Бұрын дачалар болған, бұл қазір енді дача емес. Көп жақтан келген халқымыз, қандастарымыз да бар, басқалар да бар. Алыстан көшпегендер барлық осы дачаларды паналаған, сатып алғандар бар. Дача болғаннан кейін оның проблемасы көп. Білесіздер, суда ол жерде централизованный бірақ юрлица төлейді. Онан кейін оның бағасы 2 есе 3 есе көп. Мына біздің елді мекендерден гөрі. Тоқтың да бағасы солай. Қазір енді елді мекенге кіргеннен кейін құжаттар заңдастырылады, әрқайсысына бөлек-бөлек лицевой счет ашылып, үлкен жеңілдік болады. Енді жаңа сұхбат барысында айтып өттіңіз ғой, осы қызметке келгелі жаңағы бір 80-нен аса 85 мәселе біздің алдымызда тұрды деп, бүгінгі таңда енді соның 30-ын шештік дедіңіз, ол дегеніміз 40%, пайызға шаққанда. Бұл жаман көрсеткіш емес, яғни жұмыс атқарылып жатыр сіздер тарапынан. Енді осы бір жауапкершілікті қызметте отырғанда осы бір ауданның тағы да бір әл-ауқатын арттыруға деген бір жаңа қауіпсіздік мақсатта жаңа тұрғындардың жайлы өмір сүруіне деген бір өзіңіз бір топшылаған ойыңыз, бір жүрек түкпірінде жатқан бір мақсатыңыз бар ма, айтып өтсеңіз? 85-тің әлі бізде алда 55 бар ғой, шешілмеген. Оның 55-тің ішінде 40-тан астамына жобалар уже дайын. Қаражат бөлінсе, келесі жылдар жасалынады. Қалғандарына жобалар жасалып жатыр. Бұлмен тоқтамайды ғой, білесіз ғой, жаңа айттық қой, жыл сайын халық өседі, новостройкалар көбейеді, жұмыс азаймайды ғой, былай айтқанда. Атқарамыз оның бәрін. Уақыт, халықтың шыдамдылығы болса, уақыт болса, бәрі қаражатқа тіреледі. Жаңа сөздің басында сол қаражаттан басталған. Салық уақытылы төленсе, бізде халықтарда да бар. Ауылға барып, бізге желкемізден, жағамыздан алып келіп, жасамайсыз. Санап отсақ, сұрап отқан жобалары миллиардтан асады. Төлейтін салықтардың өздерінің 50-60 миллионы қарамағында, оның өзін жартысы төленбеген ғой. Енді оны да қазір ауыл әкімдеріне қолға алып жатырмыз ғой. Халық оны түсініп, қазір уақытылы бәрі төлеуге тырысады. Болашақта барлығы былай айтқан дисциплинированный бәрі болса, түгел орнына келеді ғой. Яғни осы жергілікті билік тарапынан да, осы тұрғындар тарапынан да үндестік табылса, көп мәселе шешіледі дейсіз ғой, сөздің түйіні, ойдың, халықта жаңағы. Тағы қосып айтарым, енді бюджетке ғана қарап отырған жоқпыз ғой. Бізде осы ауылдың тұрғын жас жігіттері, кәсіпкерлері жанашыр. Олар да шетке қарап тұрмайды. Кейде қысылған кезде сұраймыз, халықтың біреуін су құбырын жүргізіп бер, біз жерге асфальт жасап бер. Ондайды енді президентіміздің социальный ответственность бизнеса деген бар ғой, одан қашпайтын жігіттер бар. Бюджеттен ғана емес, кәсіпкерлердің көмек арқылы да шешілетін сұрақтар бар дегенім ол. Оның бәрін үйлестіріп, көп нәрсенің шешімін тауып жатсыздар ғой. Енді рахмет аға, бүгінгі уақытыңызды бөліп осындай сұхбат бергеніңізге, аудан жайлы, атқарылып жатқан жұмыстарыңыз жайлы бір айтып бергеніңізге әрине тоқтамаңыз. Осы бірігіп, халықпен бірігіп, кәсіпкерлермен бірігіп, өзіңіз бас болып, ауданның тұрақталып тұрған көптеген мәселелерін алға қойған шеше беріңіздер, соған тілектеспіз. Рахмет сізге.